өзі рейтинг хайлайт қой. Короче, видеоны бос қарамай каналға тіркеу, лайк бас кетіңдер. Сендер үшін бір какой-то бір 2 секунд шығар. Бірақ бұл мен үшін үлкен мотивация. Кеттік онда ботқа бастарды іздеп бастарына тышып жіберейік. Очень примерно ошақта адам бар. Бәлі датта ол соқыр екен ғой, артында жүр екен. Все, давай бауырым, лобби бара берсей. Ол аяқта екінші досын көріп қалып, сразу момент жермей басына беріп тастадым. Так, мына жерде 2 ботқа басты. Біреудің басына сразу тұшамыз, екіншісінің басына сразу сиеміз. В общем, минус отряд десем болады. И сразу момент жермей аркан дәстүрі бойынша килдар бізді добить етіп тастаймыз. В общем, сендерге кішігірім совет етейін, новичоктар. Егер біреуді нокаут етіп тастасаңдар, момент болса сразу добить етіп тастаңдар. В общем, Бимасакида ешкім қалмады. Бопты, давай қош бол, Бимасаки. Пикта железный адам болады. 100% гарантия берем. Айттым ғой адам болады деп. Так, сразу атып ем, сразу өліп қалды. Жүрегі слабый бала екен да. Очень аяқта оның досы жүр екен. Тұрдым да сразу нокаут етіп тастадым. Короче, аяқта біреумен қырылып жатып, прям ойнан рашқа кірдім де, анау бүже ұқсап снекадан өтіп кетті. Поху дедім де басына беріп тастадым. И сразу момент жерме дос атып атыр ғой. Ай, бекер аттау дедім де, снекамды қойып аты стенке басына әдейі беріп тастадым. Мына жерде улдат етіп отырсам, біреу атып шығады ғой. Еба, менде мандраж. Бәлі өзім түсінбей қалдым, көтімді жүрді ғой. Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода тек қана ПП оружиялармен ойнаймыз. Сразу пистолет тастаймыз, чтоб бұл все по правилам, короче. Все, let's go, кеттік онда. Так, тура алдында отряд. И бірінші отқа басқа басына әдемі беріп тастадым. Короче, мына жақта екінші отқа бас жүр екен. Басына әдемі тышып жібердім. Примерно осы жақтарда үшінші отқа бас жүр. Так, үшінші отқа бас тау алдында денесіне әдемі сиіп жібердім. Мына жақта тағы бір отряд жүр екен. Біріншісін көрінбей әдемі нокаут етіп тастадым. Мына жақта екінші отқа бас жүр екен, басына әдемі тышып жібердім. Үшінші отқа бас по кайф мотоциклда кетіп баратыр екен. Остановись, бейби дедім де басына әдемі беріп тастадым. Төртіншісінің артынан қуалап жүріп нокаут етіп тастағансың ғой. Мына жақта бір девушка жүр екен. Здрасте, девушка дедім де әдемі нокаут етіп тастадым. Ойбай, Россия мен Украина соғысқандай соғысып жатыр екен. В общем, біріншісінің басына әдемі тышып жібердім. И резко дәстүріміз бойынша добивать етіп тастаймыз. Так, төмен жақта бір ботқа бас тұр екен, басына әдемі тышып жібердім. Самая вышканың үстіндегі адамды әдемі өлтіріп тастадым. Самая вышка деген ән есіме түсіп кетті ғой. Прошу танцевать со мной, девушка, есть парень. Моя малышка, твоя улыбка, еңа-еңа, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Мына жерде төбесін ұшып келімде басына әдемі тышып жібергенсің ғой. Бұл прием аты ұшып жүріп басына тышып жіберу деген прием ғой. Өз кайфым өзімде кетіп баратса, анау алыстан біреу атып отыр екен, басына әдемі беріп тастадым. Екіншісі көтіне қарамай атып отыр екен, оның да басына әдемі тышып жібердім. Төбесінде бір ботқа бас жүр екен, басына әдемі тышып жібердім. И аркан дәстүрі бойынша сразу добивать етіп тастадым. Соңғы жағында біреудің басына әдемі тышып нокаут етіп тастаймын да, аяқ жағында қураған гүл болдым ғой.